Ассалаумағалейкум, мұсылман бауырлар. Балқаш ауданымызда бақанасауымызда қуаныштың алтын сіздермен бөліскелі тұрмыз. Тәуелсіз тұғырлы мемлекетімізде өтіп жатқан, Қарекет қайырымдылық қолдауымен өтіп жатқан 30 күнде 60 баспана атты акция аясында кезекті баспананың кілті Балқаш ауданы Бақанас ауылының тұрғынына бұйырғалы тұр. Армысыздар қазақ елі. Енді осы табысталатын кілттің рәсіміне барлықтарымызға ортақтасқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрбір мұсылман бауырлар, тек отбасыларыңызға амандық, береке тілейміз. Алдағы жаңа жылдарыңыз тек қуанышқа толы болсын. Жетімдеріміз жыламасын, жесірлеріміз қаңғырмасын деп тілеймін. Алла сіздерге разы болсын. Осы ең бірінші Алланың қалауымен, одан кейін Қарекет қайырымдылық қорының несімен, қалауымен, қолдауымен, Гүлмира Мұханқызының қолдауымен 30 күнде 60 баспана атты акция аясында сіздерге кезекті пәтердің кілті табысталуда. Мынаны жабып көрсеңіздер, сыйлығыңыздар. Сосын үйлеріңіз жаңа жылда жаңа үйді қарсы алыңыздар. Сіздерге табысты болсын. Басқа шешіп. Жаңа үйде, жаңа үйде. Кішкентайларыңыз енді екі балаңыз аман есен мектеп табалдырығын аттап, үлкен жігіт болсын. Сіздерге көп рахмет. Әсіресе Қарекет қорына, Гүлмира Мұханқызына Алланың нұры жаусын. Осындай қуанышқа жете алмай жүрген қаншама адамдар бар. Көп рахмет. Қуанып тұрмын, не айтарым білмеймін. Құтты болсын ал үйлеріңіз берекеге толсын, баланың күлкісіне толсын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетеріңіздер.